Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін осындай өте керемет шоколадты бисквит жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны шағып, жақсылап ағы мен сарысын араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Одан соң оған қантымызды салатын боламыз. Қантты салып аламыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Өте көп араластырудың қажет жоқ. Шамалап. Бұл бисквиттің пирог қылып немесе кесіп, кез келген кремді қосып, торт қылып жасауға болады. Құрамы да өте оңай, жасалуы да, дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айранды қостым. Содан соң майды қостым, сұйық майды. Мінекей, осылай барлығын жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді 2 ас қасық какао және ұн мен разрыхительді қосатын боламыз. Онда електен өткізіп қоссаңыздар, арасының үлпілдек болып пісуіне жақсы көмектеседі. Разрыхительді ұнға қостым. Мінекей, осылай енді жақсылап сұйық қамыр пайда болғанша араластырамыз. Біркелкі болып, түйіршіктер қалмайтындай етіп. Өте оңай жасалуы. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін бір сәт, мен үшін өте үлкен қуаныш және маған шабыт сыйлайды. Алдағы уақытта тағы да осындай оңай, жеңіл рецепттерді күтіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей, осындай сұйық қамыр пайда болады. Енді кез келген форманы аламыз да, кішкене майлап, табанын қамырды құйып, пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, осындай болып пісті. Мен бірден кестім. Міндетті түрде мұздатып, арасына крем жағып, торт қылып жесеңіздер де өте керемет. Сау болыңыздар.